құрметті қазақ площади арнасының оқырмандары және көрермендері, мен бүгін сіздерге тиктоктағы монета осы уақытқа дейін жиналған долларларыңызды, ақшаларыңызды оңай әрі тез жолмен шешіп алуды үйрететін боламын. Бұл экранда көріп тұрғандарыңыз бізде регион странаны Қазақстанға қойған кезде біздерге WebMoney және PayPal ғана ұсынады. Бұл жерде бізге PayPal-мен жұмыс жасау өте қиын. Неге десеңіздер, бұл жерде барлығы толықтай 100% ағылшын тілінде. Оны Яндекске салып алып отырып қарамасаңыздар қиын болады. Ал WebMoney-мен мен мүлдем жұмыс жасай алмадым. Өте қиын нәрсе. Бұл екі бағдарламада тек қана жұмыс күндері қызмет жасайды. Kiwi кошелек сияқты 24/7 емес. Бұл біздерге ең ыңғайлысы Kiwi кошелек. Яғни осы Kiwi кошелекті өздеріңіз скачать етіп алып, регистрация жасап қойыңыздар. Если сіздердің телефондарыңыз iPhone болса, App Store-дан міндетті түрде поисковикке Kiwi кошелек деп жазсаңыздар шығады. Үйде жазып жатырмын, Kiwi кошелек деп шықты мінекей. Менде скачать етілген, маған обновление жаса деп тұр. Потом жасап аламын. Планеркеті тоже поисковикке Kiwi кошелек деп жазасыздар. Регистрация телефонмен жасайсыздар, ешқандай қиындығы жоқ. Жалпы Kiwi кошелекке регистрация жасаудың ешқандай қиындығы жоқ. Номер телефонмен жасайсыздар. Енді бұны біздер тиктокқа дұрыс жұмыс жасау үшін бізде ең алдымен мынандай қадамдарды жасауымыз керек. Өздеріңіздің тұрғылықты мекен-жайыңыз бойынша Қазпоштаға барасыздар. Және де Қазпоштаға барған кезде Kiwi кошелегіне идентификация жасатайын деп едім деп айтсаңыздар, 600 теңге төлеп, яғни 600 теңге төлейсіздер кассаға. Сіздерге идентификация жасап беретін болады. Идентификация жасалған кезде осындай қағаздар толтырады. Осы қағаздардың барлығын толықтай оқып, түсініп алыңыздар, не толтырылып жатыр, не толтырылмай жатыр. Оның бәрін қарайсыздар, осындай толықтай бір ақ бет, және де керісінше айналдырсаңыздар тағы да жазулар бар. Барлығын толықтай оқып алыңыздар. Ешқашанда бір қағазды толықтай оқымай жатып қол қоюшы болмаңыздар. Қандай жағдай болса да. Мен барлығын оқып алдым, даже сіздерге дәлел ретінде фото жасап алдым. Неге видеоны стопқа қойып оқи алсаңыздар болады. Менің қолымды көріп тұрған боларсыздар. Мен қол қойғанмын осы жерде. Және де менің аты-жөнім кәдімгідей Шашталова Жалқалы деп барлығы көрініп тұр. Қазпоштаға барғанда міндетті түрде жеке куәлігіңіздің оригинал версиясын алып баруды ұмытпаңыздар. Мінекей, чек мынау 600 теңге төленді деген. Міндетті түрде жеке куәлігіңіздің оригинал версиясымен, түп нұсқасымен барыңыздар. Ешқандай көшірмемен бармаңыздар. Енді Kiwiға кіреміз. Менің Kiwi Pays'мен ашылады. Сіздердің кодтарыңыз болса, соны жазасыздар, профиліға басасыздар. Профиліға басқанда заявки на идентификация деген батырман басасыздар. Осы жерде сізге SMS келіп тұрады. Осы жерде осындай удостоверениеңіздің төбесіндегі сандардан соңғы 4 санын сұрайды, соны жазасыздар. Белгілеп қойдым қызылмен. Және де осындай SMS келеді. 4 санда сол SMS-ті жазасыздар. Содан кейін сіздерге заявка на учетную идентификацию осылайынан SMS келеді. Яғни бұл сіздерге успешно барлығы дұрыс жасалды. Сіздің жаңа идентификацияңыз профессиональный статусқа ауысты деген сөз. Если ол SMS келіп, бірақ сіз толтырмайтын болсаңыз, сіздің статусыңыз минимальныйда қалып қояды, ешқашан ауыспайды. Бұл себепті жаңағы SMS-ті дұрыстап толтырыңыздар, жарайды ма? Минимальныйда болса, сіз ештеңе жасай алмайсыз. Енді тиктокқа кіреміз. Үш сызықты басамыз. Жоғарыдағы настройка конфиденциальностьқа кіреміз.
кошелекке кіреміз. Және де бұл жерде подарки за трансляцияны басасыздар. Осы уақытқа дейін жинаған долларларыңызды визитті басасыздар. Және де добавить новый способ ввода дегенді басасыздар. Открыть. Міне Қазақстан емес, осы жерден біздер региондарға кіріп Российский Федерация дегенді таңдаймыз. Ағылшын тілінде жазып тұрады, мекенін тағып. Готовты басасыздар. Бұл жерде PayPal мен WebMoney береді. WebMoneyға кіресіздер. Если сіз TikTok'ты почтамен астаңыз, почтаға смс барады. Если сіз TikTok'ты номер телефонға ашсаңыз, номер телефонға смс баратын болады. Мен осы TikTok'ның иесінен сұрап алдым кодты. Ол кісі маған жазып жіберді. Бұл жерде қате жазып кетті енді. Екіні басуым керек. Ренжімейсіздер. Мінекей. Осыны инструкцияны согласие предложение баспай кері шығып кетесіздер. Керісінше назад басасыздар. Сол кезде сіздерге екінші тұрған киевиді басасыздар. Сосын 18-ге толдыңыз ба деп сұрайды. 18-ге толсаңыз 18-ге толдым деп жазасыз. Тағы да смс сұрайды. Өзіңіздің жаңа почтаңыз болса, почтаңызға келген смс-ті, номер телефон болса, номер телефонға келген смс-ті жазасыздар. 6 санды код. Енді бұл жерде согласие бересіздер. Киви кошелекті қай номерге аштыңыз, сол номерді жазасыз. Мен өз номерімді жазам, 77 07 613 56 31. Ок. Мінекей, менің киви кошелегім шықты. Сондай минимальный сумма. Все средства деген басасыздар. Осы жерде төменді мұқият оқысаңыз, комиссия средства деген бар, және курс конверсия, курс конверсия дегенде бар. Барлығын дұрыстап оқып алыңыздар. Подтвердить выводы дегенді басасыздар. Мінекей, выводы деген бар. Назадты басасыздар. Енді бұл біздің киви кошелегімізге барады. Дәл мысалы мына жерде 56 комиссия ұстаған. Барлығын қараласыз. Енді кивиға кіреміз. Мен кивиға келіп түскен. Біздің ақшаларымыз уже. Пополнить кошелекті басасыздар. Со своим счету киви дегенді басасыздар. Байқасаңыздар, менде теңгемен 1000 теңге бар. Ал 2864 рубль. Рубльді үстіне қарай шығарасыздар, теңгені астына қарай түсіресіздер. Ол үшін қасындағы стрелканы басасыздар. Соны бассаңыздар, өзі автоматты түрде ауысады. Мінекей, қараңыздар. Мен бастық қазір. Яғни көрдіңіздер ма? Рубльді үстіне қоясыздар, теңгені астына қоясыздар. Міндетті түрде ұмытпаңыз. Сумма перевода дегенде 2864 рубль біздің қазақтың теңгесіне қанша болады, соны қарап алыңыздар. Ол үшін Яндекске кіресіздер, немесе Хромға кіріңіздер, немесе Гуглға кіріңіздер, кіресіздер, әйтеуір курс валюты деп жазасыздар. Мінекей, бізде 1 рубль 5 теңге 7 тиын болады екен. Мінекей, осылайынан қарап жазып аласыздар. Мына жерде 2864 жазғанда қазақтың теңгесімен бізде 16324 беріп тұр. 16324 беріп тұр. Мына жерге мен суммаға 15000 деп жазам. Перевести, ана жерде комиссияларын барлығын дұрыстап қараңыздар. Главный уже біздің рубліміз теңгеге ауысты, яғни 16000 теңге тұр дәл қазір. Осыны қазір біздің Каспий картамызға аударып аламыз. Ол үшін картаны басасыздар, және соның ішінде Қазақстанның картасы деген бар. Соны тауып аласыздар.
Міне перевод на карта. Так, перевод на карта Банков Казахстан деген бар. Осы жерге Каспийдің бетіндегі тұрған сандарды жазасыздар. Мен өзімнің картаның бетінде тұрған сандарды жазып жатырмын. 43-01 48-23 84-10. Подтверждаю. Видите, бізге шықты уже. 16 мың теңге. Мына жерде комиссия 2% ұстайды. Соның барлығын мұқият қарап алыңыздар. Жарайды ма? Енді 16 мың теңге шығара алмаймын. Себебі комиссияға тиым жетпейді. Сол себепті мен 15 мың ғана шығарып алдым. Ана жерде 200 теңге ұстайды комиссия 2%. Оплатить. Басылды. Кетті енді Каспийімізді тексереміз. Каспийге бізде уже міндетті түрде смс электроники 15 мың теңге келіп түсті. Мінекей достар, сіздердің көптен күткен монета шешу туралы сабақтарыңызды салдым. Бір ай уақытымды құртып. Бағалап кетіңіздер, енді лайк басып, комментарий жазып, достарыңызға бөлісіп, арнаға жазылып кетіңіздер. Назар салып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Табысты болыңыздар, бар болыңыздар, бай болыңыздар. Баршаңызға сәттілік. Назар салып тыңдағандарыңызға көп рахмет.